Қайырлы күн, достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен осындай дәмі өте ерекше бауырсақ бургер жасадым. Жасалуы өте қарапайым, ешқандай қиындығы жоқ. Осындай сүт және жылы су, сонымен қатар тұз қосамыз және тұзымызды араластырамыз жақсылап, және шекер қосатын боламыз. Шекерден соң оны да жақсылап араластыра отырып, бір жұмыртқаны жарамыз. Жұмыртқаны да араластырамыз жақсылап, және оның үстіне майонез қосатын боламыз. Рецепті көріп тұрғандарыңыздай өте қарапайым, және мен қаймақты қосып жібердім кішкене. 3 ас қасықтай шығады жобамен. Жалпы мен көз мөлшермен жасағанды жақсы көрем, және кішкене ашты қоса отырып, аз-аздан ұнымызды, електен өткізіп қойған ұнымызды жайлап сала отырып қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақтау болғаны дұрыс. Мінекей, менің қамырым дайын болды. Енді көтерілуге қойып, әбден біраз қайтарып илеп отыратын боламыз. Енді осылай мен қатқан бүлкен нандарды сухарик қылып дайындап қоям. Сол сухариктің үстіне су құйып дайындаймыз. Енді фаршымызды осылай ыдысқа салып алатын боламыз, таза ыдысымызға. Өзімізге қажет мөлшерде және тұз қосатын боламыз. Сондай-ақ қара бұрыш дәмін өте керемет етеді. Және майдалап турап алған пияз, 2 дана пиязбен бірнеше бас сарымсақты осылай салатын боламыз. Жаңағы ертіп қойған сухарик нанымыз, қатты нанымыз мінекей осылай жібіп тұр. Суынан кішкене бөліп алып, осылай салатын боламыз да, барлығын бір келкі етіп араластыратын боламыз. Мінекей жақсылап араластырып, тұзын көріп, кішкене тұз кем болып қалмау керек. Енді осылай бірнеше бөліктерге бөле отырып, котлетті әзірлейтін боламыз. Мінекей котлетті әзірлеп жатырмыз. Майын қыздырып қоятын боламыз. Және кішкене ұнға аунаттыра отырып, осылай котлеттерімізді пісіріп алатын боламыз. Мінекей қатты қалың болып кетпесін котлет. Жұқа қылып жасаймыз. Мінекей 2 жағын бірдей қызартып, жақсылап баяу отта пісіретін боламыз. Арасы пісуі керек жақсы. Енді жаңағы ашытып қойған қамырымызды осылай әдемілеп жаятын боламыз. Бұл бауырсақ бұрынғыдан өзгеше, өйткені жұқа қылып жібермейміз, қалыңдау қылып жаятын боламыз. Тағы да қызған майымызға осындай үлкен көлемде домалақша етіп кесіп, пісіріп алатын боламыз. Қалыңдау болған кезде мінекей осылай өте қатты көтерілетін болады. Яғни бізге бургерімізге осылай көтерілгені жақсы. Міне менің керекті заттарым дайын болды. Енді бургерді әзірлейтін боламыз. Мінекей жаңа қатты көтерілген бауырсақтарымыздың арасын осылай жайлап ашып алатын боламыз. Мінекей көріп тұрсыздар, арасы өте жақсы піскен және өте керемет көтерілген. Енді жаңағы салат жапырағын бірінші қойып аламыз. Одан кейін жаңағы пісірген котлетімізді салып, үстіне кішкене майонез құятын боламыз. Одан кейін турап алған алдын ала қызанағымызды, қиярымызды әдемілеп жайғастырып, үстіне сырымызды қойып, және майонез жағатын боламыз, тағы да аз мөлшерде. Содан кейін бауырсақтың жоғары бөлігін жауып қоямыз. Мінекей, тағы біреуін жасап көрсетейін. Міне бауырсақ өте әдемі піскен, көріп тұрғандарыңыздай. Тура жаңағы бойынша қатармен, ретімен қойып шығатын боламыз. Мінекей, алдын ала қияр, қызанақтарымызды, сырларды мен турап дайындап қойған болатынмын. Мінекей, және тағы да майонезді қоятын боламыз. Міне достар, дәмі өте керемет, дәмі өте өзгеше. Жасап көруге кеңес беремін. Мінекей, ал астарыңыз дәмді болсын.